Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы моншақпен жұмыс. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың моншақпен жұмыс істеудегі шеберлігін арттыру. Моншақ деген сөздің өзі ірі моншақтарға берілген жалпы түсінік. Бисер ұсақ моншақтарға берілетін түсінік. Стеклярус ұзындығы 3 мм түтікше тәріздес су моншақ түрі. Моншақ сөзінің шығуы мойын, шақ немесе мойын тақ деген сөздерден құралған. Қауіпсіздік ережелері: моншақты қолданғанда абай болу керек. Қайшыны жолдасына доғал жағымен беру керек. Инені ауызға салуға болмайды. Қазір сарамандық жұмысымызды бастаймыз. Моншақтан біз қазір сулық тоқимыз. Бізге қажетті құрал-жабдықтар бұл жерде 3 түрлі моншақ қажет, леска қажет және ине, қайшы қажет болады. Ең алдымен біз 6 моншақты инеден өткіземіз. Алты моншақты өткізіп алдық. Енді осы моншақты байлаймыз. Лесканы байлап алдық. Енді біз көк түскен 5 моншақ аламыз. Моншақты өткізіп алдық. Енді бір сары моншақтан өткіземіз. Бір сары моншақтан өткіземіз. 4 көк моншақтан екінші қайтара өткіземіз. 1 моншақ, 2 моншақ, 3 моншақ, 4 моншақтан екінші қайтара тағы лескамызды инемізді өткізіп алдық. Енді екінші 4 моншақ аламыз. 4 моншақты алып, төрт моншақты алды. Енді мына жерде сары моншақтың біреуінен және көк моншақтың төртеуінен екінші қайтара өткіземіз. Осылай мына соңына жеткенше 4 моншақтан алып, соңына дейін екінші қайтара осылайша қайталай береміз. 2, 3, 4 моншақты алып алдық. Сарыдан тағы да өткіземіз. Көк моншақтан тағы да 4 моншақты аламыз. Соңына келген кезде 3 моншақ аламыз. Бір көктен өткізіп аламыз. Сосын ортадағы сарыдан 1 моншақтан өткізіп аламыз. Және мына көк моншақтан өткізіп аламыз. 3 моншақтан өтеді бұл жерде. Байлап шығып тұр міне. Енді үшінші мына жерде сары моншақтан аламыз. Сары моншақтан 5 моншақ кетеді. 5 моншағымызды өткізіп аламыз. Моншағымызды өткізді. Мына жерде бір көк моншақтан аламыз. Бір көк моншақтан өткізіп алдық. 4 сары моншақтан екінші қайтара тағы да өткізіп аламыз. Екінші мына жерде ендігі жерде 3 сары моншақ аламыз. 3 сары моншақты өткізіп алдық. Енді бұл жерде 2 көк моншақтан өтеді. 2 көк моншақтан өткізіп аламыз. Одан кейін 3 сары моншақтан екінші қайтара тағы да өтеді. Басында бірінші моншақта 5 моншақтан алдық. Екінші
үш моншақтан алып, екі көк арқылы екінші қайтара өткіздік. Енді мына бұрышына келгенде 4 сары моншақ аламыз. 4 сары моншақты алып, жіптен өткіземіз. Бұл жерде мына бұрышына келген кезде бір көк моншақтан аламыз. Бір көк моншақтан алды. Одан кейін сары түстен 4 түстен екінші қайтара тағы өткіземіз. 4-ші қатарына келдік. Біз 4-ші қатарында тағы да 5 моншақ аламыз. Ортасына қосып, сары түсті қосып жіберуімізге болады. 5 моншақты алдық. Мына жерде бір сары моншақтан өткіземіз. Бір сары моншақтан өтеді. Көк моншақтан бастап, мына жерде 2 көк, бір сары, тағы да бір көктен екінші қайтара өткіземіз. Екінші тағы да 3 моншақ аламыз. Мына жерде көк моншақтан 3 моншақты алып, мына жерде 2 сары моншақтан өткіземіз. 2 сары моншақтан өткізіп аламыз инемізді. 4, 3 көк моншақтан екінші қайтара тағы өткіземіз. Тағы да 3 моншақ аламыз көк моншақтан. 3 моншағымызды алып алдық. Бұл жерде де 2 сары моншақтан өтеді. Инемізді 2 сары моншақтан өткіземіз. 3 көк моншақтан өткізіп аламыз. Неке оқушылар, біз мына жерде жұмысымыздың 4-ші қатарында біттік. Бұл жұмысты енді әрі қарай тағы да жалғастырып кете беруімізге болады. Дәл осылай. Неке оқушылар, біз мына жерде 4-ші қатарымызда біттік. Енді осы жұмысымызды әрі қарай үлкейту үшін дәл осы моншақтың санымен әрі қарай көбейтіп үлкейте беруімізге болады. Рефлексия. Балалар, мен бүгінгі сабақта не білдім? Мен не үйрендім? Немен жұмыс жасауым керек? Ойланып, мұқият жауап беруге тырысамыз. Ендігі кезекте үйге тапсырма балалар, моншақпен жұмыс жасау. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.